Құрметті түлектер, қадірлі ұстаздар, ата-аналар, соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Биыл енді өнерде 140 мыңнан астам оқушы оқу жылын аяқтауда. Ақмола облысында келешек мектептері ұлттық жобасы аясында заманауи білім беру инфрақұрылымы қарқын дамып келе жатыр. Өткен осы президенттің бағдарламасының аясында біздің облысымызда 9 мектеп бой көтерді. Оның 7-і осы Целиноград ауданында. Жігіттер мен қыздарға айтатын жолдарыңыз ақ болсын. Әрқашанда сіздердің армандарыңыз орындалып, елін сүйетін үлкен азамат болып өсіңдер. Талапкер ауылының келешек мектебі үшін биылғы оқу жылы өте жақсы жетістіктермен айшықталғандығын ерекше атап өткім келеді. Бұл шәкірттердің білімге деген құштарлығы және шығармашылық ізденістің, сонымен бірге ең бастысы ұстаздарымыздың табанды еңбегінің жемісі екендігін атап өтеміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев еліміздің болашағы білімді, жаңашыл, прогрессивті жастардың қолында екенін үнемі айтып келеді. Бұл үлкен сенім әрі зор жауапкершілік. Заңды бақымыз бір үйдің баласындай, оны ұстанымыз керек. Егер елімізде барша халық заңды бір адамдай қорғаса, оны ұстанса, елімізде не болады? Бейбітшілік болады. Заң деген ол келісім шарт. Осы халықтың өзінің ыңғайлы өмір сүруге қолайлы, ертең дамуға, жетілуге бағытталған бағдарлама деп санау керек.